сұмдық көп. Қазақстан ажырасу көрсеткіші бойынша әлемде 2-ші орында. 24 жыл үйленген жұптардың әрбір 2-ші ол дегеніміз 50%. Қайда кетіп бара жатырмыз білмеймін. Әсет аға, мен де болмайтын нәрсе үшін ажырасып кеттім ғой. 15 жыл болды. Шыны керек қазір өкінемін. Себебі жұмыстан шаршап келгенде сырласып шай ішетін адамым жоқ. Маған қарағанда күйеуі бар әйел, бала шағасы бүтін, ата енесі бар әйелдер мың есе бақытты. Соны әйелдер түсінсе екен. Дұрыс айтасың. Негізі бұндай мәселені бір жақты емес, екі жақты бірдей қарау керек. Кір. Сәлеметсіздер ме? Ажырасуға арыз берейін деп едік. Ертең келіңіз. Айтпақшы, тойға келген киімдерін киіп келіңдерші ертең. Жақсы. Сау болыңыздар. Аман болса ғайлы, жөнделеді бәрі. Алға жүрсе пенде, өзгереді демде. Мен бармын ғой сенде, сен барсың ғой менде, менде. Бұл күндерде өтер, бұл күндерде кетер, кімде бәрі бірден болды дейсің шекер. Жылағаның жетер, мұңаймашы бекер, бекер. Бұл күндерде өтер, бұл күндерде кетер, арманға бүгінгі ертең қолың жетер. Қасыңдамын жаным, мұңаймашы бекер, бекер. Анау тұрған көкте көрдің бе сәулені, бұл күніңде текке өтеді дәурені. Мен бар кезде сенде, сен бар кезде менде, демде. Бұл күндерде өтер, бұл күндерде кетер, кімде бәрі бірден болды дейсің шекер. Жылағаның жетер, мұңаймашы бекер, бекер. Бұл күндерде өтер, бұл күндерде кетер, арманға бүгінгі ертең қолың жетер. Қасыңдамын жаным, мұңаймашы бекер, бекер. Ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел, саған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу әке шеше бола алмайды.